Баршаңызға сәлем. Есімім Арайлым. Бүгін сіздермен осындай керемет қытырлақ вафлидің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Араластырып, үстіне сгущенкамызды құямыз. Араластырамыз. Одан кейін үстіне майымызды салып, араластырамыз. Үстіне сүтімізді құйып, ұнымызды салып, түйе қалмағанша жақсылап араластырамыз. Дайын. Вафельницамызды майлап жіберіп, вафельдерімізді пісіріп аламыз. 3 минуттай ұстаңыздар, сол кезде қызарып жақсы, қытырлақ, дәмді болып шығады. Достар, менің каналым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міне осымен біздің вафельдеріміз дайын. Өте дәмді, ауызда еритін қытырлақ вафельдеріміз. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Жасап көріңіздер.